Дәрежені көп мүше түрінде жазыңдар. Ә, Жетінші сыныпта мындай ережелер өтіледі. Санның нөл дәрежесі тең бір деген ереже өтіледі. Содан кейін а қосу б-ның нөл дәрежесі ода да бір болады. А қосу б-ның бір дәрежесі ол а қосу б болады. Өйткені санның бір дәрежесі өзіне тең болады. А-ның бір дәрежесі а деген. Міне жетінші сыныпта осындай ережелер өтіледі, және ол ережені кейінірек жоғары сыныптарда көбірек қолданылады. Яғни мынаның барлығын жаттау керек, мынау жатталу керек, мынау жатталу керек. Мынау жатталған соң мынау да түсінікті да, енді мынаны жаттау керек емес. Содан кейін жетінші сыныпта тағы да мынандай форма өтіледі. А қосу б квадрат. А квадрат қосу 2аб қосу б квадрат. Бұны жаттау керек. Бұл қысқаша көбейту формулалары деп аталады. Жетінші сыныпта тағы да а қосу б-ның 3 дәрежесі деген өтіледі. Ол деген а куб қосу 3а квадрат б қосу 3аб квадрат қосу б куб болады. Мінекей. Осылай болады. Мінекей. Мына көкпен қоршалғандар ол жатталу керек. Кім жаттамады, сол жаттаңдар. Сосын 10-шы сыныптан ұяқта 6 дәреже келеді. 6 дәреженің өзінің ережесі болады. Бұл жерде Паскаль үшбұрышы деген қызықты тақырып бар. Сол Паскаль үшбұрышын қолдансаңдар болады осы есепте. Ол үшбұрыш мынандай болады. Бір, 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 бірге бірді қоссаң екі. Бір, бір, бірге екіні қоссаң үш, екіге бірді қоссаң үш. Сонда осы жердегі бірлер ол мынау, бір деген ол мынау бір. Бір деген, мына жерде негізі бір а, бір б деп жазуға болады. Коэффициенттер бар. Мына жерде бір а квадрат, бір б квадрат. Мына жерде бір а куб, бір б куб деп жазуға болады. Сол кезде бір деген осы бір. А бір екі бір деген міне бір екі бір. Бір үш бір деген бір үш бір. Өте қызықты тақырып. Бізде сонымен мінекей мынау 0 дәреже, мынау 1 дәреже, мынау 2 дәреже, мынау 3 дәреже. Демек, мен қазір 4-ші дәреженің коэффициенттерін таба аламын. 1, 1-ге 3-ті қоссам 4, 6, 4, 1. Бұл 4 дәреженің ережесі. Мына мен жазып қояйын. 4-ші. Маған 6 дәреже. Демек, Паскаль үшбұрышын қолдануға бұл жерде болады. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Бұл 5 дәреженікі. Енді 6 дәреженің коэффициенттері мынандай болады. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Міне 6 дәреженікі. Осыны мен пайдаланамын да, мына ережені жазам. Сонымен бізде 3х қосу 2а-ның 6 дәрежесі. Ол былай жұмыс істейді. Мұнда а куб, а квадрат, а жоқ. Яғни а куб, а бүйтіп өшіп баратыр да. Ал б куб керісінше өсіп баратыр. Яғни б жоқ, б квадрат, б куб. Демек, бізде былай болады. Коэффициент 1 көбейтемін. А-ның орнында 3х, соның 6 дәрежесі болады. Ал 2а әлі жоқ. Мына жерде б жоқ қой. Қосамыз. Коэффициент 6, 3-тің х дәрежесінің 5 дәрежесі. Мында көбейтем а пайда болады, 2а. Енді есеп ыңғайлы болу үшін біз бүйтейік. Мына коэффициенттерді жазайық. 1, 6. Арасы плюс. Мына жер минус болса бар ғой, кезектесіп жүреді. Сондай бар. Мына жақта минус болса, мына жер минус болады. Мына жер минус болса, мына жер минус, мынау плюс, мына жер минус. Сондай болып тұрады. Мына көкпен қоршалған 7-ші сыныптың ережелері қайталап айтамыз. Сол себепті мынаның бәрі плюс болады. 1, 6, мен жазамын міне. 15, бүйтіп араларына орын қалдырып жазамыз. Орын сиятындайша. Мынау жазуды енді қосамын, 15 деп жазамын. Содан кейін 20 деп жазамын. 15, 6, 1 деп жазамын. Содан кейін алдарына плюс қойып шығамын.
Егер минус болса, кезектестіріп қояды. Плюс, минус, плюс, минус. Үш алты дәрежесі. Үш 5 дәрежесі. Демек, үш төрт дәрежесі. Үш 3 дәрежесі. Үш 2 дәрежесі. Үш өзі. Үш жоқ. Мына жерге 2а жоқ. 2а. Мына жаққа мен сыймай қалды, енді астына жазайын кішкене. 2а-ның 2 дәрежесіне. 2а-ның 1 дәрежесі, 2а жоқ. Сонда 2а-ның 3 дәрежесі, 2а-ның 4 дәрежесі, мына жерде 2а-ның 5 дәрежесі, мында 2а-ның 6 дәрежесі. Мынау негізі қатар жазбады ғой, менде сыймай қалған соң жаздым енді. Тең, енді барлығын қорытындылаймыз. Мына бірді жазбай ақ қоюға болады. Үштің алты дәрежесі енді өздерің есептесеңдер болады, ол 729 болады. Бірден беске дейін дәрежесін жаттаңдар дегенбіз. 729-дың 729 x-тің 6 дәрежесі. Болды, бірінші мүшесі дайын тұр. Міне, көп мүше деген сол. Қосамыз. Үштің 5 дәрежесі 243 болады. 243-ті 6-ға көбейтеміз. Сендер бағандайсыңдар, енді міне де бағандап есептеуді, енді бағандаушы негізі бәрін білесіңдер, бұл топқа қатысып жатқан. 243-ті 6-ға көбейтем, тең 1458 болады. Мінеки. 3-тің 5 дәрежесі 243, 6-ға көбейтем, мынау болады. Оны көбейтем тағы да 2-ге. Сонда 2916 болады. 2916 x-тің 5 дәрежесі а. Немесе мына а-ны бірінші жазсақ болады. А x-тің 5 дәрежесі деп. Қосамын. 3-тің 4 дәрежесі 81 болады. 81-ді көбейтемін 15-ке. 1215. Оны көбейтем, 2-нің квадраты 4 болады. Мынаны мен 4-ке көбейтем. 4860 болады. 4860. Бұл жолы а квадрат болады, x-тің 4 дәрежесі болады. Мен аны бірінші жазған себебім, сондай бір әдеп бар көп мүшеде, жаңағы алфавитте бірінші, x соңғы жағында тұрады ғой. Сондай бір жазылатын әдебі бар өзінің. Қосамын. 3-тің кубы 27. 27-ні көбейтем 20-ға. 27-ні 20-ға көбейтемін. 540 болады. 2-нің кубы 8. Аны көбейтем 8-ге. 4320 болады. 4320 а куб, x куб болады мінеки. Қосамын. 3-тің квадраты 9 болады. 15-ті 9-ға көбейтем. 15 көбейту 9, 135. 2-нің 4 дәрежесі 16 болады. Көбейтемін 16-ға. 2160. 2160. А-ның 4 дәрежесі x-тің квадраты болады. Қосамыз. Мына енді 3, 6 3-ім 18, 2-нің 5 дәрежесі 32 болады. 18-ді көбейтем 32-ке. Сонда 576 болады. 576, А-ның 5 дәрежесі, мына жер x болады. 2-нің 6 дәрежесі. 2-нің 6 дәрежесі 64 болады. Сонда аны бір жазылмайды, 64, А-ның 6 дәрежесі болады. Сонда осындай ұзын жауап болады.